демалушылар су айдында шомылған кезде техника қауіпсіздігін қатаң сақтаймыз. Бір-бірлерімізді суға батырып ойнамаймыз. Суға батқан адам бірінші ауылдың шыршырын тазалап аламыз. Ауылдан шыршырын тазалап алғаннан кейін бойды қатты тепшіге жатқызып, тамағын былай қарай ашамыз. Көзімізге тегінде жүрекке тікелей емес массаж жүргіземіз. Бүгін Бөгөн ауыл тұрғындары бүгін біздің ауылымыздан шомылатын пляж дейміз ба, ашылып жатыр екен. Аудан әкімшілігі, ауылдың әкімшілігі Дінмұхамед Эминов бастаған ашып жатыр. Барлық қауіпсіздіктері шаралары жасалған. Төтенше жағдай бар, медицина қызметкерлері бар, құтқарушылар бар. Бәрі осы жерде келіп шомылуыңызға болады. Рахмет.